What's достар, сіздермен біргемін Нуридин. Видеода бізде бір қызықтау бір видео болатын болады достар. Бүгін мен қалай мені бір ютубер алдап кеткен жайлы айтатын боламын. Яғни мен лақтырып кидать етіп кеткені жайлы. Әрине ақшаға. Кім ол, не үшін екенін дәл қазір осы видеода сіздерге жақсылап тұрып түсіндіріп айтып беруге тырысамын. Білеріңіз танымайтын шығар, яғни Копстер деген бір ютубер бар. Яғни оның аты Алишер Есжанов па, типа сондай фамилиясы. Достар, яғни мен одан рекламалайын деген, яғни пиар алайын деген өз каналыма. Достар, бұл өтірік деп айтпаңыздар, менде барлық дәлел бар. Мен олардың бәрі скриншотқа жазып, дауысын жазып алғам, ол маған голосовой жіберген. Соны мен жазып алғам. Соның бәрін қазір дәл осы видеода сіздерге көрсетіп айтатын боламын. Копстер, егер де сен осы видеодан көріп отырсаң, не үшін? Сен былай ақшадан қысылып жатыр деп ойламаймын, өйткені мынандай 50 мың подписчигің бар. Мен одан дейтін сообщество қылып пиар алайын дегім, яғни мені сұрақ жауап видеом. Достар, сол видеома, ол маған 800 теңгеге жасап берем деді, и мен оған жібердім ақшасын, ол Киви номерін жіберді. Мен оған сообществоға жасап берді, Киви номер лақтырып жіберді, мен оған ақшасын салып жібердім. Яғни ол номерге мен хабарлассам, уже ол мені, яғни звонда алмайтынға блок қылып тастаған, мен заблокировать етіп бит. Звондасам, этот пользователь заблокирован или номер не существует деп маған шыға береді. Ол маған сосын түсті ма дедім, ол маған түсті деді, енді ол маған видеоңды жібер деді, өзің видеоңды. Енді достар, бұл страница фейк емес, дәл қазір көріп отырсыздар, кірдім страницасына. Достар, менде қазір кішкене лагать етіп жатыр, мінекей жерде Копстер 07 деп тұр, өзінің несі тұр. Көріңіздер деп ойлаймын, мінекей 1000. Мен оған сосын артынша жаздым, и ол мені заблокировать етіп тастады. Яғни достар, ол маған жасамаймын деген сөз емес, ол маған бүйтіп өтірік айтып салды. Сенің каналың заблокировать етіп тастаған, сен маған жіберген видео ашылмайды, саған авторский право берген. Сен, авторский право бұзғансың ба, нәрсе видео сала алмайсың сен. Бан беріп тастаған ғой саған, вообще каналын жауып тастаған типа. Бірақ та достар, ешқандай ондай жоқ. Мен басқа аккаунттан көрдім, каналым бәрі нормально істеп тұр, бірақ ол маған айтып тұр. Ол маған айтты ғой, типа саған сенде авторский права, мен саған реклама жасамаймын, ақшаңды қайтармаймын деген сияқты болды. Ё-моё, осындайларға бекер сен Копстерден, яғни Алишерден реклама, пиар алғыларыңыз келсе алмаңыздар, өйткені ол сіздер кидать етуі мүмкін, или болмаса білмеймін, өздеріңіз тауып көріңіздер, осы советімді қолданыңыздар. Және де осы видеоның сілтемесін Копстердің видеоларының астына комментарияға жіберейік. Копстердің подписчиктері, фанаттары осы видеоның астына бұқтап жазбай қойыңыздар, жазсаңыздар да маған бәрібір, өйткені достар, мінекей дәлел толып тұр менде, қараңыздар. Қазір страницасына кіріп те көрдім, обновить етіп көрдім, вообще түсінбеймін Копстерді, ё-моё. Яғни видеоларын көрсең, яғни ашық, алдамайтын бір бала сияқты. Бірақ просто осы видеоның сілтемесін алып, соның ВК группасына, ВК страницасына, барлық соцсеттеріне осы видеоның сілтемесін жіберіңіздер, ол көрсін, ол хайп қуалап жүр деп айтпаңыздар, өйткені бұл жай ғана кейбір ютуберлерге бұл ескерту десем болады. Лайк басаңыз, арнаға жазылыңыз, сау.